Нұр Отан партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өткізілді. Күн тәртібінде облыстық жер қатынастары мен денсаулық сақтау басқармасы басшыларының сыбайлас жемқорлықпен күрес бағытында атқарған жұмыстарының есебі тыңдалды. Жер қатынастары басқармасы жер қатынастары және жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыратын облыстық әкімдіктің құрылымдық бөлімшесі. Басқарма тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытындағы жұмыстарды тұрақты жүргізеді. Басқармада цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асыру аясында облыста жергілікті атқарушы органдардың геоақпараттық порталы әзірленіп, ортақ бір жүйеге енгізілген. Бұл әрине бармақ басты көз қысты әрекеттерге кедергі келтірмек. Бұдан басқа геопортал арқылы тиісті уәкілетті органдар жерді мақсатты пайдалану және жер заңнамасын сақтауға мүмкіндік алады. Ең бастысы жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа жол жоқ деген сөз. 8000 гектар жер бойынша, яғни шаруа қожалықтары өз жерлерін мақсатына сәйкес игеруге кірісті. Бүгінгі күнде пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылық мақсатына жерлер бұл 370 мың гектарды құрайды. Осы бағытта жергілікті атқарушы органдармен бұл жерлерді мақсатына сәйкес пайдалану немесе мемлекетке қайтару бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасында да жемқорлық дертіне жол бермеу тұрғысында атқарылып отырған жұмыс нәтижелері де жан-жақты сөз болды. Пандемия кезінде мемлекеттен бөлінген қаржының мақсатты жұмсалуы туралы басқарма басшысының міндетін уақытша атқарушы Арман Қалибеков баяндады. 2021 жылы коронавирус инфекциясына қарсы жергілікті атқарушы органдарының шұғыл резервінен 478 миллион 195 мың теңге бөлінді. Аталған қаражаттар термоконтейнерлер, тоңазытқыш камерасы, мұздатқыштар, оттегі станциясын сатып алуға, медициналық мамандарды тамақтандыруға, қонақ үйде тұруға тасылмалдау жолданды. Үкімет резервінің коронавирус инфекциясына қарсы вакцина алуға 3 миллиард 386 миллион 139 мың теңге бөлінді. 608 мың 760 доза 2 компонент вакцинасы сатып алынды. Қоғамдық кеңес мүшелері баяндамашыларға өздерін ғана емес, халықтың көкейінде жүрген сауалдарын қойып, жауаптарын алды. Кеңес соңында қаулы қабылданып, ол бірауыздан мақұлданды. Лұқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.